Қайырлы күн достар, бүгін біз өте дәмді, тойымды салатты жасаймыз. Үйіңізге ойда жоқта қонақ келіп жатса, міндетті түрде осы салатты жасауға кеңес беремін. Алдымен картоптарымызды жақсылатып, аршып, жуып аламыз. Одан кейін осындай үкіштің көмегімен барлық картоптарымызды жақсылатып, асықпай үкіштен өткізетін боламыз. Бізде осындай ұсақталып туралған, яғни фри тәріздес осындай картоптар шығуы қажет. Енді жақсылатып мұздай суға крахмалы кеткенше жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін астына салфетканы төсеп, біздің картоптарымыз кепкенше шамамен бір 10-15 минутқа алып қоямыз. Картоптарымыз кепкеннен кейін жақсылатып орташа газда барлық картоптарымызды қуырып аламыз. Картоптарымызды қуырып болған соң тауық етін әдемілетіп, соломка тәріздес етіп, осылай видеодағыдай турайтын боламыз. Тауық етін турап болған соң келесі кезекте жұмыртқаны турайтын боламыз. Жұмыртқаны да соломка тәріздес етіп, ұзыншалап, жұқалатып тураймыз. Әрине, 4 бұрышты етіп турасаңыз да болады, ол сіздің өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Ең соңында енді бізге қияр қажет болады. Яғни тұздалған қияр. Оны да соломка етіп, видеодағыдай әдемілетіп турап аламыз. Егер де үйде тұздалған қияр болмаса, оның орнына тұздалмаған қиярды қоссаңыз да болады. Сәл тек тұздалмаған қияр қоссаңыз, тұзын көбіректеу етіп саласыз. Барлығын жақсылап турап болдық. Енді шым-шым тұзымызды 2-3 ас қасық майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Майонездің орнына қаймақты қоссаңыз да болады. Әдемілетіп барлығын тарелкеге енді видеодағыдай саламыз. Барлығын жақсылатып салып болған соң, үстіне картопымызды әдемілетіп төсеп шығатын боламыз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер, жасалу жолы оңай, тойымды салаттардың бірі. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.